Сәлем достар. Бүгін біз танымал актер Бурак Özçivit туралы айтатын боламыз. Туған бастапқы мансабы. Бурак Özçivit 24 желтоқсан 1984 жылы Стамбулда дүниеге келген. Түркиядағы үздік модель жарысында 2003 жылы бірінші орын алған. 2005 жылы әлемнің екінші үздік моделі деген атаққа ие болған. Модельдік жолдан кейін актерлыққа бет бұрып, алғаш рет телехикаяларда басты кіші рөлдерде ойнаған. Танымал жұмыстары мен жетістіктері. 2011-2013 жылдары Мөтей Мизал, Ұлы ғасыр телехикаясында Малкооğlu Бали би рөлін сомдаған. 2015-2017 жылдары Кара Sevda, Қара махаббат драмасында басты рөл орындап, әлем бойынша табысты болған. 2019 жылдан бері Kurulu, Osman құрылысы, Осман телехикаясында Осман би рөлінде ойнап келеді. Актер өнім жасаушы, продакшн ретінде де жұмыс істейді. Өз продюсерлік компаниясы бар деп айтылған. Музыка және театр бағытындағы ақпарат. Өзінің басты жолы ретінде музыка немесе театр емес, телехикаялар мен кино екені көрінеді. Wikipedia дерегі бойынша актер ретінде талай серияларда, кинофильмдерде рөл атқарған. Apple Music платформасында Börek Zevir есімімен музыка жазбалары бар екен. Бірақ бұл музыкалық мансабы бойынша нақты деректер, альбомдар, театр қойылымдары кеңінен ашылмаған. Мысалы, Ресей басылымында былай деп жазылған: телехикаялардың музыкасын симфониялық оркестрмен орындаған кеште Бурак Özçivit сахнаға шықты. Бұл музыка театралды жолына қатысты қызықты факт болуы мүмкін, нақты театр немесе музыкалық спектакль емес, телехикая музыкасы аясындағы шара. Осыған қарамастан, музыка театр бағытында опера, музыкалық спектакль сияқты толықтай жолы бар екені туралы сенімді ақпарат табылмады. Қызықты фактілер. Кара Sevda сериясы 110-дан астам елге сатылған және 2017 жылы халықаралық Emmy жүлдесін жеңіп алған. 2024 жылы Ресейдің Мәскеу қаласындағы Кремль сарайында State Kremlin Palace, Music of Turkish TV Series атты концертте ол сахнаға шыққан. Өзі Түркия-Пәкістан арасында ынтымақтастық құруға қызығушылық танытқан. 2023 жылы Пәкістанға сапар кезінде Kurulu, Osman сериясындағы рөлін ескере отырып, ортақ жобаға мүдделі екенін білдірген. Кино және театрдағы мансабы. Бастапқы кезең. Бурак Özçivit актерлік жолын 2006 жылы бастаған. Сол жылы ол X-18 атты телехикаяда полиция рөлінде көрінді. Бұған дейін ол модельдік салада атаққа ие болып, көпшіліктің назарын аударған еді. Осы танымалдылық оған актерлік есікті ашты. Телехикаялардағы жетістігі. Бурак телесериалдар арқылы үлкен танымалдыққа ие болды. 2007 жылы Зорaki Kavka міндетті күйеу телехикаясында басты рөлде ойнады. 2008 жылы Бәйба Ака, әке ошағы телехикаясында көрермендердің сүйіктісіне айналды. 2011-2013 жылдары Мөтей Мизал, Ұлы ғасыр телехикаясында Малкооğlu Бали би рөлін сомдап, халықаралық деңгейде әйгілі болды. Бұл рөл оған ең тартымды тарихи кейіпкер деген атақ әкелді. 2013-2014 жылдары Алкю, Бұлбұл сериалы. Бұл жерде ол Фериде есімді кейіпкердің сүйіктісі Камранды ойнады. Серия кезінде әріптесі Фахрия Эфсенмен танысып, кейін оған үйленді. 2015-2017 жылдары Кара Sevda, Қара махаббат. Бұл телехикая 110-нан астам елге сатылды және Emmy сыйлығын жеңіп алды. Онда ол қарапайым жұмысшы жігіт Кемал рөлін сомдады. 2019 жылдан бастап бүгінге дейін Kurulu, Османның құрылуы тарихи сериалында Осман бидің рөлін ойнап жүр. Бұл рөл оның ең әйгілі және маңызды жұмыстарының бірі. Кейіпкері Осман империясының негізін қалаушы тарихи тұлға. Кинофильмдер. Телехикаялармен қатар Бурак бірнеше фильмдерге түсті. 2013 жылы Мөсалат 2, Лайнет, қорқынышты фильм. 2013 жылы Зорaki Kavka, комедия жанрында. 2015 жылы Оксана Бензер, Махаббат саған ұқсайды. Бұл фильмде де жұбайы Фахрия Эфсенмен бірге басты рөлде ойнады. 2017 жылы Kardeşim Benim 2, Бауырларым 2. Бұл фильм Түркияның ең кассалы фильмдерінің бірі болды. Театрдағы рөлі.
Бурак Özçivit негізінен кино мен телехикая актері, бірақ университетте Мармара университетінің бейнелеу өнер факультетінде театр бөлімін тәмамдаған. Яғни ол театр өнерін кәсіби деңгейде оқып, сахналық дайындықтан өткен. Алайда кәсіби театр сахнасына жиі шықпаған, оның басты бағыты телехикая мен кино болды. Жетістіктер мен марапаттар. Түркияның ең көп сұранысқа ие актерлерінің бірі. Kara Sevda сериалының арқасында халықаралық танымалдылыққа жетті. Әлем елдерінде фан клубтары бар, әсіресе Таяу Шығыс, Оңтүстік Азия және Латын Америкасында ерекше танымал. Бірнеше мәрте Түркияның ең сымбатты актері, ең сүйікті телехикая актері атанды. Қызықты факт. Kerulu, Osman сериалында Бурак кейде өз түріктерін дублерсіз орындайды. Ат үстінде шынайы жаттығулар жасап, тарихи бейнені дәл беру үшін айлап дайындалады. Ол өз кейіпкерлерін өте байыппен зерттеп, тарихи тұлғаларды шынайы көрсетуге ұмтылады. 2024 жылы сериалдың жаңа маусымында Бурак алғаш рет режиссураға да атсалысқан. Ол жастайынан сурет салуға, бейнелеу өнеріне және сахна мәдениетіне қызығушылығы болған. Мектеп кезінде сурет сабағына ерекше мән беріп, көркемдік қабілетімен көзге түскен. Оның отбасы қарапайым, өнермен байланысы жоқ болғанымен, Бурактың өз ішінде актерлікке деген ерекше құштарлық ерте оянған. Білім және алғашқы қадам. Бурак Özçivit Мармара университетінің бейнелеу өнер факультетінің театр бөлімін бітірген. Бұл оқу орнында ол сахна мәдениеті, актерлік шеберлік, мимика, дауыс қою сияқты пәндерді оқыған. Университет кезінде түрлі театр қойылымдарына қатысып, сахналық тәжірибе жинаған. Осы кезеңде оның ұстаздары Бурактың табиғи харизмасы мен сахнадағы сенімді қимылын байқаған. Сол кезде оған сен теледидарға шығуға лайықсың деген кеңестер айтыла бастаған. Модельдік мансаптан басталған жол. Бурактың өнерге ресми түрде келуі модельдік саладан басталды. 2003 жылы ол Түркияда өткен Best Model of Turkey байқауында бірінші орын иеленді. 2005 жылы ол халықаралық деңгейде Best Model of the World байқауында екінші орын алды. Осы жеңістер оның түр-келбетін, харизмасын тележобаларға жол ашты. Түсірілім алаңдарында продюсерлер мен режиссерлер оның актерлік қабілетін байқап, кастингке шақыра бастады. Актерлікке алғашқы қадам. 2006 жылы Бурак алғаш рет X-18 атты телехикаяда полиция қызметкерінің рөлін ойнады. Бұл оның теледидардағы алғашқы көрінісі болды, және көп замай басқа режиссерлердің назарын аударды. Келесі жылы The Rocky Kauka, міндетті күйеу, сериалына түсті. Бұл жоба арқылы Бурак алғаш рет кең танымал болды. Шынайы танымалдыққа жету. 2011-2013 жылдары ол Team Ezel телехикаясында Малкооğlu Bali би рөлін сомдады. Бұл оның халықаралық деңгейде танылуына себеп болды. Бали би рөлі тарихи тұлғаның бейнесін сомдау арқылы Бурактың актерлік қабілетін толық ашты. Сахнадағы салмақты мінезі мен көзқарасының күші көрерменнің жүрегін жаулап алды. Өнерге адалдығы. Бурак өзінің сұхбаттарында былай деген: "Мен үшін актерлік бұл сұлулық емес, сезімді жеткізу өнері. Рөлді шынайы түсіну басты мақсатым." Ол өз кейіпкерлерінің психологиясын зерттеп, тарихи рөлдерге дайындалғанда айлап дайындық жасайды. Бүгінгі күні Бурак Özçivit қазір Түркиядағы ең жоғары ақы төленетін актерлердің бірі. Ол тек актер ғана емес, продюсер, режиссураға қызығушы және өз компаниясын құрған тұлға. Оның өнер жолы табандылық пен еңбекқорлықтың айқын дәлелі. Жеке өмірі және отбасы. Бурак қарапайым отбасыда дүниеге келген. Әкесі Булинт Özçivit, анасы Джейхан Özçivit. Ол отбасында жалғыз ұл, бала кезінен өте сыпайы, тәртіпті және еңбекқор болған. Бурак ата-анасына ерекше жақын, олар әрдайым ұлдарының актер болуына қолдау білдірген. Фахрия Evsenмен танысуы. Бурак өзінің болашақ жұбайы, актриса Фахрия Evsenмен 2013 жылы Алкио, Бұлбұл телехикаясының түсірілімі кезінде танысты. Сериалда олар ғашықтар рөлін сомдаған, ал шынайы өмірде де сол сезім шындыққа айналған. Алғашқы кезде екеуі достық қарым-қатынаста болған, бірақ түсірілім кезінде бір-біріне деген сүйіспеншілігі артқан. Көп ұзамай олардың қарым-қатынасы бақта талқыланып, Түркияның ең танымал жұбы атанды. Үйлену тойы.
2017 жылдың 29 маусымында Бурак пен Фахрие Стамбулдағы Сайран сарайында Said Halim Payals сәнді үйлену тойын өткізді. Тойға тек Түркия ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінен бақ өкілдері мен жұлдыздар қатысты. Той Instagram желісінде рекордты қаралым жинап, Түркиядағы ең көп талқыланған оқиға болды. Балалары. Бүгінде жұптың 2 ұлы бар. Каран 2019 жылы дүниеге келген. Керем 2023 жылы туған. Бурак пен Фахрие екеуі де балаларының жеке өмірін қорғауға тырысып, көпшілікке сирек көрсетеді. Олар ата-ана ретінде өте жауапты, балаларын камера мен даңқтан аулақ ұстауға тырысады. Отбасылық өмірі мен тұрмысы. Ерлі-зайыптылар Стамбул маңындағы сәнді, бірақ тыныш ауданда тұрады. Екеуі де үйдің ішкі дизайнын өздері жасаған табиғи және жылы стильді ұнатады. Бурак сұхбаттарының бірінде былай деген. Фахрие менің ең үлкен шабыт көзім. Үйге келгенде мен актер емеспін, жай ғана әкемін және күйеуімін. Қызықты фактілер. Фахрие Эвсен неміс-түрік актрисасы, ол да Бурак сияқты телехикаялар арқылы танылған. Жұп жиі бірге жарнамалық жобаларға түседі, мысалы L'Oreal және Алтынды сияқты брендтердің бет-бейнесі болды. Екеуі бірге Әксәні Бензер, махаббат саған ұқсайды фильмінде ойнаған, бұл олардың шынайы өмірдегі махаббатының басталуы саналады. Әлеуметтік желіде екеуінің суреттері әрдайым трендке айналады. Бүгінгі таңда. Қазір Бурак Özçivit, үлгілі әкемен қамқор жұбай ретінде танылған. Оның отбасылық өмірі түрік бақта идеалды жұп үлгісі ретінде жиі мысалға келтіріледі. Олар өз өмірін ашық жарнамаламай, бірақ бір-бірін әрдайым құрметпен және сүйіспеншілікпен қолдап отырады. Бурактың Қазақстанға келуі. Ол 2025 жылдың Наурыз мерекесі кезінде Алматы қаласында тұратын жанкүйерлермен кездесу ұйымдастырылған кешке шақырылған. Сондай-ақ ол Қазақстандағы ірі жылжымайтын мүлік жобасы Rams Beyond Almaty'ның елшісі болды. Нақты бір жаңалықта 2023 жылдың 30 қыркүйегінде Алматыда фан кездесу өткізді деген хабар бар. Бурактың ерекше көңіл бөлетін жайттары өте көп. Бірі оның алғашқы мамандығы актерлік емес, ол Marmara University бейнелеу өнері факультетінің фотография бөлімінде білім алған. 2. Актерлік жолына өткеннен кейінгі кезеңде ол арнайы актерлік курстарға қатысқан. Модельдік мансаптан экран алдына ауысу үшін ол шеберлік сатыларын игеруге тырысқан. 3. Ол жан-жақты адам, спортты жақсы көреді, мысалы баскетбол ойнағанды ұнатады. 4. Жақсы көлігі мен автомобильге деген қызығушылығы да бар, оның қызығушылықтары арасында әдемі көліктер деген сөздер жиі кездеседі. 5. Жануарларды жақсы көреді. Әлеуметтік мағлұматтар бойынша иттерге ерекше ниеті бар. 6. Модельдік мансабында әлемдік деңгейде мойындалған. Best Model of the World байқауында 2-ші орын алған. 7. Оның халықаралық деңгейде танымалдығы өте жоғары, мысалы Оңтүстік Азия, Таяу Шығыс өңірлерінде үлкен фан қоғам бар екен. 8. Өзінің продюсерлік бағыттағы қадамдары да бар, жеке продакшн компаниясын құру туралы деректер бар. 9. Кейбір фан талқылауларда оның сахнада немесе сериал түсірілімдерінде өзгеше шешімдер қабылдағаны айтылған. He knows that the show can't work without him, so he puts makeup of his own choice. Бұл ресми дерек емес, бірақ өнер саласындағы динамикасын көрсетеді. 10. Сахналық рөлдерге дайындық кезінде, әсіресе тарихи драмаларда ат міну, жаяу немесе күрес жаттығуларына көп көңіл бөлген.